Сәлем достар, қазанды ағартамыз. Өзім қолданатын әдіс алдымен бізге сода, перекис, дәріханада сатылатын және де кез келген ыдыс жуғыш керек. Алдымен ыдысымызды қойып, бір ыдысымызға перекисімізді, содамызды және де ыдыс жуғышымызды жақсылап қосып араластырып аламыз. Енді көлемі өздеріңіздің ағартатын ыдыстарыңыздың көлеміне байланысты. Менде барлық осылай көз мөлшерімен жасалынды. Осы үшеуін жақсылап араластырып алыңыздар. Және де губканың көмегімен ыдысымызға жақсылап жан-жағына толық жағып шығамыз. Шамамен 40-50 минут оны қоямыз. Осы уақыт аралығында біздің қазандағы күйелеріміз, кірлеріміз жақсылап жібіп тұрады. Енді қырғыштың көмегімен біртіндеп қыра бастаймыз. Біздің қазандарымыз тез әрі жылдам қырылып, ағарып өте жақсы күйге енеді. Міндетті түрде осы лайфхакты пайдаланып көріңіздер. Сіздермен болған Фариза Тілеулес. Өзге де рецепттерді, лайфхактарды менің каналымнан көре аласыздар.